Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы және Қазақстан халқы тілдері күні аясында Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде республикалық онлайн семинар өтті. Жиынға қатысушылар мемлекеттік тілдің мәртебесін нығайтуға айрықша тоқталды. Сондай-ақ ұлт көсемі Ахмет Байтұрсыновтың қалдырған мол мұрасын сақтау және дамыту жөнінде ой бөлісті. Тіл мерекесі 5 қыркүйек болып бекітілуінің өзіндік себебі бар. Қазақ халқының тағдыры һәм болашағы үшін күрескен алаш арысы Ахмет Байтұрсынов дәл осы күні дүниеге келді. Сондықтан барша қазақстандық тіл мерекесін қазақ әліпбиінің негізін қалаған ғалымның туған күнінде тойлауы заңдылық. Аханның әдебиеттанушысы айтқанда, бұл бірден бір жаңағы қазақ топырағындағы мына ұлы дала еліндегі бірде бір жаңағы өзі айтқан ғой, Абайды қазақтың басағын деп. Бұл бір мына теориялық тұрғыдан фольклор тану, әдебиет тану тұрғысынан алғанда, бұл да бір ұлы даланың бір оқулығы, бір керемет асыл сипаты осы әдебиет танытқыштың бірде бір жаңағы халықаралық термин жоқ, білесіздер. Не латынша, не грекше, не орысша, не европаша. Онлайн семинарға қатысушылар Ахмет Байтұрсыновтың мол мұрасының руханиятымыздағы құндылығы мен бүгінгі ұрпақтың тәлім-тәрбиесіндегі маңызы туралы талқылады. Латын әліпбиі жайлы маңызды мәліметтер мен алаш зиялылары турасында тағылымды әңгіме өрілді. Сондай-ақ мәні зор шараға қатысушылар өңірімізде тіл саясатының жүзеге асырылу барысын талқылады. Біз Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті және Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасымен бірлесіп, осы жылда өтетін тіл айлығы фестивалінің ашылуын осы тіл халықтың жаны атты республикалық онлайн семинардан бастап отырмыз. Бұл семинардың мақсаты осы тіл мерекесінің қарсаңында осы тіл үшін, халық үшін, ұлт үшін қызмет еткен Ахмет Байтұрсынұлының тұлғасын және оның кейінгі ұрпаққа қалдырған аманатын жас ұрпаққа насихаттау. Қазақ тілі біздің рухани негізіміз, сондықтан оны барлық салада пайдалану міндетіміз деді сөз алғандар. Гүлсара Марат, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.